Сәлеметсіздер ме балалар? Мен бастауыш сынып мұғалімі, педагог сарапшы Қасымбекова Назипа Қасымбекқызы. Бүгін біз математика сабағымызда 6 саны және цифрын өтеміз. Сабағымыздың мақсаты сан сәулесінде белгіленген нүктелердің бір-біріне қатысты орналасуын анықтаймыз. Цифрды саннан ажырату, көрнекі түрде бір таңбалы сандарды түрлі тәсілдермен есептеуді, нүктелер жиынтығымен, таяқшалармен және сан сәулесінде көрсетеміз. Бірінші тапсырма бойынша суретке қарап, неше сөзін пайдаланып сұрақтар құрастырамыз. Кәнекей, шарды санай қояйықшы. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Неше шар бар екен, балалар? Дұрыс айтасыңдар, 6 шар бар екен. Енді астындағы сурет бойынша қыздарды санаймыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Неше қыз бар екен? 6 қыз бар екен. Енді ұлдарды санаймыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Неше ұл бар екен? Жарайсыңдар балалар. 6 ұл бала бар екен. Енді екінші тапсырма бойынша есеп құрастырамыз. Бізде сурет бойынша бір ұл бала және неше қыз бала отыр? 1, 2, 3, 4. 4 қыз бала отыр екен. Дұрыс айтасыңдар. Енді сонда біз бір санына 4 санын қосады екенбіз. Тең, дұрыс айтасыңдар, 5 шығады екен. Енді келесі суретке бір ұл балаға 2 қыз баланы қосамыз. Демек біз сонда 1-ге 2-ні қосады екенбіз. Тең 3 шығады. Жарайсыңдар. Енді астындағы суретке қараймыз. Келесі суретте 2 ұл балаға 2 қыз баланы қосады екенбіз. 2-ге 2-ні қосамыз. Тең 4 шығады. Ендігі келесі суретіміз. Отырған 3 балаға 3 қызды қосамыз. Тең 6 шығады екен. Жарайсыңдар балалар. Сонда біз бүгін 6 санын үйрендік. Үшінші тапсырма бойынша әр сүреде 6 заттан болу үшін тағы неше заттан қосылу керек. Бірінші суретте домбыра. Неше домбыра тұр? 1 домбыра. Дұрыс айтасыңдар. Енді бұл 6 домбыра болу үшін тағы неше домбыра қосамыз? Жарайсыңдар балалар, 5 домбыра қосамыз. Екінші сурет бойынша бізде 3 дағара бар екен. 6 дағара болу үшін тағы неше дағара қосамыз? Жарайсыңдар, 3 дағара қосады екенбіз. Үшінші суретте бізде 2 баян тұр. 6 баян болу үшін тағы да неше баян қосуымыз керек екен? 4 баян қосуымыз керек. Жарайсыңдар. Енді келесі сурет бойынша бізде асатаяқ 5, 6 асатаяқ болу үшін тағы біз 1 асатаяқ қосуымыз керек екен. Одан кейінгі суретке қарасаңдар, тұяқтас бізде 2. Енді 6 тұяқтас болу үшін тағы да нешеуін қосуымыз керек? Дұрыс айтасыңдар, 4 тұяқтас қосуымыз керек. Келесі суретке қараймыз. Келесі суретте бізде сыбызғымыз 2 екен. Енді бізде 6 сыбызғы болу үшін неше сыбызғы қосамыз? 4 сыбызғы қосады екенбіз. Жарайсыңдар балалар, тапсырманы дұрыс орындадыңдар. Төртінші тапсырма бойынша сандарды салыстыр. Бізде мына жерде 2 қатарға сандар берілген. Бізде 5 саны көп па, 6 саны көп па? Жарайсыңдар, 6 саны көп екен. 4 саны көп екен, 6 саны көп па? Дұрыс айтасыңдар, 6 саны көп екен. 6 санымыз көп па, 5 санымыз көп па? Дұрыс, 6 саны көп екен. 2 саны көп па, 4 саны көп па? Жарайсыңдар, 4 саны көп екен. Ендігісі 3 санымыз көп па, 5 санымыз көп па? Дұрыс, 5 саны көп екен. 5 санымыз көп па, жоқ, әлде 2 санымыз көп па? Жарайсыңдар, 5 санымыз көп екен. Жарайсыңдар балалар.